Өзіңе сену өмірді өзгертер ең үлкен күш. Адам өміріндегі ең маңызды тірек өзіне деген сенім. Кейде бізді ешкім қолдамайтындай, ешкім түсінбейтіндей көрінеді. Бірақ дәл сондай сәттерде адамның ішкі дауысы, жүрегінің түбіндегі үміті оған жол көрсетеді. Өмірде бәрі бірден оңай бола бермейді. Қиындықтар, сынақтар, шаршау, сенімсіздік бұлардың бәрі әр адамның басынан өтетін кезеңдер. Алайда сол кезеңдерден өту үшін ең алдымен өзіңе сену керек. Өзіңе сену бұл жай ғана әдемі сөз емес. Бұл күн сайын жасалатын әрекет. Таңертең оянғанда мен қолымнан келгеннің бәрін жасаймын деп айту, қателік жасасаң мен үйреніп жатырмын деп қабылдау, шаршасаң мен демалып, қайта жалғастырамын деп өзіңе мүмкіндік беру, осының бәрі өзіңе сенудің көрінісі. Көп адам өзгенің пікіріне тым қатты тәуелді болады. Біреу мақтаса қуанып, біреу сынаса бірден құлап түсетіндей күйге түседі. Бірақ шын мәнінде адамның ең маңызды бағасы өз бағасы. Өмірде әркімнің арманы бар. Біреу жақсы жұмыс істегісі келеді, біреу бақытты отбасы құруды қалайды, біреу шығармашылықпен айналысуды аңдайды. Бірақ армандар өздігінен орындалмайды. Оларды шындыққа айналдыру үшін әрекет керек. Ал әрекет ету үшін батылдық керек. Батылдықтың негізі сенім. Егер сен өзіңе сенбесең, ешбір қадам жасай алмайсың. Ал сенім болған жерде қорқыныш әлсірейді. Қорқыныш адамның табиғи сезімі. Жаңа нәрсе бастарда, үлкен шешім қабылдарда, белгісіздік алдында қорқу қалыпты жағдай. Бірақ қорқыныштың басқаруына толық беріліп кету өз мүмкіндігіңнен бас. Достар, каналға тіркеліп қолдау көрсетіңіздер. Алда сіздер үшін пайдалы, жүрекке жылы, мотивация беретін жаңа видеолар мен мәтіндер шығады. Әр лайк, әр пікір, әр тіркелу мен үшін үлкен қолдау. Бірге дамып, бірге өсейік. Каналға тіркеліп жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.